Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы жас тігінші жас ана Абдулхат Айжан. Сәлем Айжан. Сәлем. Қателеспесем, елмен жастысыз, иә? Иә, осы жылы ғана 21-ге келдім. Мына кішкентай әдемі қыздың анасы боламын. Жан, осы тақия тігу идеясы қайдан туды? Жалпы тақия тігу идеясы бастапқыда өзіме ғана киімдер тігіп жүрген болатынмын. Одан кейін білесіз, осы жылы наурыз айында трендке айналды. Бірден басында өзіме тігіп көрдім. Одан кейін оқырмандарым барлығы сұрай бастады. Тапсырысқа тігесіз бе деген сияқты. Жалпы қиын емес, сондықтан тігіп көрейін деген ой келді. Бірден бастап кеттім. Жолдасым да қолдады. Солай болды. Айжан, маған қыз ретінде сенің отбасың қызық. Алдиярмен қанша жасыңда, қайда таныстыңдар? Алдиярмен 20 жасымда таныстым. Негізі ол конкурент компанияда жұмыс жасайтын. Солай бастапқыда дебаттан басталды екеуміздің таныстығымыз. Ары қарай 2 айдай сөйлестік. Ары қарай махаббатқа ұласты дейсіз ғой. Иә. Неше жаста болдыңыз? 20 жастағыңызда? 20. Алдияр, жұбайыңыз нешеде? Ол да 22 жасымыз. Ата-анаңыз қарсы болған жоқ па? Өйткені менің білуімше 20 жас тым ерте сияқты. Бастапқыда анам қарсы болды. Бірақтан Алдияр өзі көндіріп, содан кейін анам да келісімін берді. Отбасылық өмірдің жалпы қиындығы болады. Сол кезде жұбайыңызға ерте шыққаныңызға өкінбейсіз бе? Ешқашан өкінген емеспін. Мені жұбайым әрдайым қолдап жүреді. Соның арқасында деп ойлаймын. Екеуіңіз жасты болғаннан кейін де өмірге деген көзқарастарыңыз бірдей болғаннан кейін де қызықты шығар. Иә, әрине. Екеуміз ойымыз барлығы бір жерден шығады. Мені қолдайды, мен де оны қолдаймын. Жалпы сол бір-біріне деген поддержка ғой, ең бастысы. Айжан, бизнес бастау оңай емес қой. Бизнес бастағанда қандай қорқыныш сезімдері болды? Әрине болды. Бастапқыда клиенттерді қайдан табамын, қалай үлгеремін баламен деген сияқты. Бірақтан уже бастап тапсырыстарды жасап кеткеннен кейін барлығы өз-өзімен орын-орнына келе бастады. Жолдасым Алдияр да көмектесіп, басқа да туыстарым да көмектесіп бала қарауға әрине. Ары қарай мен өзімнің жұмысымды жасап бастай бердім. Әр тіккен сайын қолым да үйреніп, жаңағы әр тіккен бұйымдарым жақсы шығып, көңілімнен шыға бастады. Тігіншілікке қызығушылық қайдан пайда болды? Мысалы, мен журналист болуды кішкентай кезімнен бастап армандадым. Сенде де сондай арман болды ма? Иә, мен 15 жасымнан бастап жалпы стильге қызықтым, киімдерге қызықтым, сәнді киінуге. Бірақ масс-маркеттегі киімдер өзімнің ойымнан шықпады. Ойымдағы сәнді киімді табу үшін оны өзім қолдан жасап, тігіп шығаруға тура келді. Бір істі жасай бергеннен шаршамайсыз ба? Адамдар жалпы жалығып кетіп жатады ғой, бір істі қайталап істей бергеннен. Жоқ, әрине. Өйткені әр жасаған сайын, клиенттердің көңілінен шыққан сайын, одан да керемет етіп, одан да жақсы етіп шығаруға тырысамын. Содан шабыт аламын десе де болады. Жалпы тақияның тренді осы 2022 жылда ғана басталды. Не себепті деп ойлайсыз? Не себеп болды осындай ауқымды трендке айналып кетуіне? Меніңше социальный сеттер және де жастарды қолдайтын блогерлардың арқасында актер, актрисалар солар барлығы қолдап, оларды кигеннен кейін оны көріп жатқан жастар да бірден киіп, солай социальный сеттің арқасында бірден танылып кетті деп ойлаймын. Кішкентай баламен үйде отырған аналарға қандай кеңес айтар едіңіз, өз ісін бастағысы келетін? Егер өзінің ойында бір бастағысы келіп жүрген кәсіп болса, оны ешқайда жарияламай, тек алдыға мақсат қойып, соны ары қарай жасап кету керек деп ойлаймын. Басын бастаса, ары қарай өзі Аллах тағала өзі қолдап, дәшіп жүріп кетеді меніңше. Жақсы, Айжан, сіздің әрбір бұйымыңыз қалай жасалады, өзіңіздің орныңызды көрсетіп жіберсеңіз, әр тақияның жасалу процесін? Жақсы, әрине. Осылай дайын лекалаларды дайындап қоямын. Дайын лекаламен тақияның базасын шығарамын. Мына жерде фетр деген 2 мм фетр қолданамын. Тақия өзінің формасын ұстау үшін
мінекей арасына осындай фетрді қолданып тігемін. Және де жаңағыдай лекаламен матаны пішіп осылай кесіп аламын. Ең бірінші клиент өзінің бас өлшемін айтады. Біз қалай өлшеу керек екенін айтамыз, одан кейін өлшейді. Және сол бас өлшеміне байланысты лекаланы, керекті лекаланы алып, матаны пішіп аламыз, матадан пішіп аламыз. Мына жерде мамасы және қызына арналған тақия. Мамасы мен қызы өздерінің өлшемдерін, бас өлшемдерін алғаннан кейін соған байланысты етіп, кесіп, мінекей тіккен болатынбыз. Және клиент өзінің айтуынша керекті фурнитураларын орнатып қадап береміз. Мынау қызына арналған. Клиенттің қалаған дизайны дәл осындай фурнитураға цептерді қадауымыз керек. Жалпы біздің бағдарламамыз қазақ жастарына, қазақ қыздарына мотивация болсын деген мақсатпен түсіріп жатырмыз. Қандай ақыл кеңес айтар едіңіз өзіңіздің жеке? Қазіргі уақытта жастарға деген мүмкіндіктер өте көп. Кәсіп бастаймын десеңіз, егер студент болсаңыз да, декреттегі ана болсаңыз да, қатар алып жүруге болады. Сондықтан білім алудан, еңбектенуден шаршамаңыздар деймін. Сұхбатыңызға рахмет. Сұхбаттасқаныма жүздескеніме өте қуаныштымын. Қазақ жастарына, қазақ қоғамына осындай жас ана, жас кәсіпкерлер көмек деп ойлаймын. Сіздермен болған мен Дүйсен Абылқадыржан. Келесі кездескенше.